ақшаны туралы айтсайын. Ақша Сатып алу, сатып алмау. Керек емес не па? деп айтамыз, типа сатып ал Сол туралы. жоқ деп айтып, бірақ болады ғой ондай. Резидентураға жалпы грант қалай бөлінеді? Статистикасын қайдан білеміз, мысалға айтатын болсақ? Иә, ол университеттер сенің GPA-ңа қарайды, және сенің жаңағыдай ИГАң-ның результатына қарайды, соған байланысты. Например, сен университетке документ тапсырған кезде, уже сен 60-тан 51 жинадың, 55 жинадың, уже сенің қолыңа документ беріп жібереді, сол документпен кіресің, и ары қарай жүре береді. Ал центрларға ол маңызды емес. Біздің медицинский университет Астана МУА оригинал қабылдайды, УДП оригинал қабылдайды, және ННСОД, яғни онкология және трансплантология бұрынғы қазіргі қызыл дипломға да қарады біздің университет. Шыны керек, біздің университет именно центрларда қарайды. Центрда сен документ тапсырасың, документ. Достар, ассалаумағалейкум. Сіздермен мен доктор Оразбек. Бүгін біз сіздермен медицинадағы интернатурадан кейінгі оқу процесі, яғни резидентура жайлы әңгімелесетін боламыз. Резидентура жайлы сен айтатын кімсің дейтін болсаңыздар, я мен резидентура тапсырмаған шығармын, бірақ менің қасымда отырған жігіт осы жылы резидентураға 2 мамандыққа тапсырып, екеуіне де грант иеленіп отыр. Ол простой универдің гранты емес, ол мемлекеттік беріп отқан өте международный деңгейдегі UMC, сонымен қоса ННКЗ, яғни кардиохирургический центрдің гранттарын иеленіп отыр. Осы процесс бойынша мамандықты қалай таңдау керек, сонымен қоса документация жүруі қалай болады, қанша грант бөледі, статистикасын қайдан қараймыз, осылардың бәрін бүгінгі подкаст барысында тақылап кететін боламыз. Сіздерден сұрайтынымыз тек қана каналға қолдау көрсетіп жазылып, достарыңызбен бөлісіп қоюларыңыз. Кеттік. Жалпы резидентура дегеніміз не? Резидентура дегеніміз, например, мен өзім мысалында айтатын болса, мен оқуды аяқтадым, врач общий практик, яғни жалпы тәжірибелік дәрігер деген атқа ие болдық біз барлықтарыңыз сондай боласыздар. Ары қарай мен лор болғым келсе, гинеколог, хирург, пластический хирург болғым келсе, мен міндетті түрде резидентура оқуым керек. Онсыз мен узкий специалистті ала алмаймын. Сол үшін резидентураға тапсырсаңыздар болады. Тапсыру міндетті ме, міндетті емес пе дейтін болсаңыздар, ол өздеріңіз таңдауларыңыз. Поликлиникада врач отырам десеңіздер, пожалуйста, оны тапсыру не обязательно. Ал тапсыру жөнінде мен Жолдыбай Махамбетұлына сұрақтар қойып барам, соған жауап береді. Сіз мен инстаграмын төменге қалдырып кетемін, инстаграмына тіркеліп алып көрсеңіздер, сұрақтарыңызды жекесіне қойсаңыздар болады. Қош келдіңіз. Сізбен бірге подкастымызды бастасақ. Бірінші сұрақ, резидентураға жалпы грант қалай бөлінеді? Статистикасын қайдан білеміз, мысалға айтатын болсақ? Резидентура дегеніміз бұл жалпы интернатурадан кейінгі жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру саласы болып табылады. Резидентура ол грант жыл сайын мемлекет госзаказ дейді, яғни министерство денсаулық сақтау министрлігі өзі бөлетін болады. Яғни әр жылғы әр түрлі аймақтарда қандай узкий специализацияда мамандар аз, соларға байланысты өзгеріп отырады. Былтырғы жылғы мен биылғы жылғы гранттар санын ол салыстыру мүмкін емес, себебі жыл сайын ол өзгеріп отырады. Екіншіден, бұл ең бастысы госгрант. Бұл госгранттардың тізімі шамамен әр жылы майдың соңына қарай шығады. Жалпы саны және қай университеттерге қанша грант бөлінгені, және оны қандай облыстар беріп отқаны. Яғни бұл жердегі маңыздысы госгрант ол міндетті түрде белгілі бір облыс, например, Қарағанды облысы бізге биыл 2 кардиохирург керек деп ННМЦ-ға заявка береді, және сол жерде бітіргеннен кейін ол адам сол кардиохирург болып Қарағандыда жұмыс істесе болады. Ол бірақ Қазақстанның басқа жерлерінде де жұмыс істеуіне мүмкін, жалпы жұмыс істеу керек. Ал екінші түрі бұл МИО деген грант, яғни местный исполнительный органның бюджеттік есебінде бөлінетін грант. Бұл қалалық гранттар болады көбінесе, немесе областной. Сол қалада міндетті түрде жұмыс істеу керек. Яғни ол МИОның сен грантын алатыннан алдын 3 жақты немесе 4 жақты договор түзіледі. Ол договордан сен ешқайда қашып кете алмайсың. Сол жаңағыдай денсаулық сақтау министерствоның грантынан бөлек, бұл МИОның грантына түссең, сен ол жерде 3 жыл немесе 5 жыл міндетті түрде жұмыс істейсің. Оқуға түскен кезде саған оны жақсылап түсіндіреді, сен оны осознанно қабылдап тапсырасың. Сосын тағы да гранттар, бұл центрлардың гранттары болады.
яғни бізде университеттің гранттары ол университеттің өзі жүргізеді, және университет тоже облыстардан заявка қабылдайды. Центрлар тоже олар өздері заявка қабылдайды, және центрдің өзі тоже грант бөледі. Яғни бұл жерде үлкен қалаларда плюс бар, себебі үлкен қалаларда центрлар көп, ол жерде грант та көп деген сөз. Ал кіші қалаларда центрлар аз, тек қана сол университеттің грантына ғана байланып қаласың. Жалпы осы. Осы жерде айта кетейін достар, МИО грантқа тапсыру қалай болады дейтін болсаңыздар, сіздер общий GPA балыңыз, мысалы үшін резидентураға жалпы тапсыру үшін сіздер GPA-ларыңыз мощный болу керек. Бұрын до этого бізде только интернатураның GPA есептелінген болса, қазір 7 жылдық есептелінеді. Оған қоса сіздің ИГА, яғни экзамен қорытынды мемлекеттік аттестация болады, соны тапсырасыздар. Одан да қанша жоғары алсаңыздар, сіздің түсу шанстарыңыз, конкуренциялық түсулеріңіз сонша жоғары болады. Екеуінің бағасы қосылады. Мысалға айтатын болсақ, 95-95 екеуі уже 30-30 балдан 60 балдарыңыз дайын тұр дегені екеуінен. Сосын сіздер вступительный экзамен тапсырасыздар, ол кезде сіздерге 40 бал береді. Егер сіз 95-тен ассаңыз, сол кезде 100 балмен сіз 100% любой оқу орталығына, то есть мамандыққа тапсыра аласыздар. Түсіп тұрсыз дегені былай айтқанда. Соны жинап болған соң сізде уже 100 бал бар. Егер 100 бал болмай түсе алмай қалсаңыз, вдругта резидентураның госгрантқа сіздер егер балыңыз 75-тен жоғары болып тұрған болса, МИОға тапсырып, сол жерде конкурс арқылы сіздер жеңіп аласыздар. МИО дегені тағы да түсінікті болу үшін бакалаврдағы как акиматский грант. Білесіздер, акиматский грантты оқыған студенттер көбінесе резидентураға тапсыруға разрешение бермейді, потому что сен осы жерде жұмыс істейсің дейді, басқа жерге істетпейді. Дәл сол сияқты болады резидентурада да. Енді рахмет жауабыңызға. Қосымша нәрсе енді бұл жерде ол жаңа сіз айтқан жаңағыдай проценттік есептеу, ол тек қана университеттерге байланысты. Иә, вот осы жерде айта кетейін. Ол университеттер сенің GPA-ңа қарайды, және сенің жаңағыдай ИГА-ның результатына қарайды, соған байланысты. Например, сен университетке документ тапсырған кезде, уже сен 60-тан 51 жинадың, 55 жинадың, уже сенің қолыңа документ беріп жібереді, сол документпен кіресің, и ары қарай жүре береді. Ал центрларға ол маңызды емес. Центрлар, ол әртүрлі центрға байланысты. Например, UMC ол барлығы тапсыра алмайды. Сенің GPA-ың 3-33-тен жоғары болу керек болды. Ал ары қарай сенің оқуға түспеуің сол кездегі собеседованиеде шешіледі. Ал егер собеседование бірдей балл алып қалсаң, сол кезде ғана GPA-ңа қарайды. Ал жаңағыдай проценттік есептеу университеттерде қарайды. Университет егер сен экзаменде сен 100 аласың, яғни ол 40% болады. Ал сен GPA-ың, ИГА-ң барлықтар төмен болып тұрса, сен бәрібір түсе алмайсың деген сөз. Сондықтан егер университетке оқуға түсетін болсаң, университеттің бөліп жатқан грантына, ол кезде бүкілі маңызды. Ал центрлар ол бөлек. Да, мен осы жерде бір естігенім бар еді. ННМЦ, научно-социально-медицинский центрге біздің университеттен бір бала барған, который менде қызыл, GPA-ім 3-те жоғары деп, и ол жердегілер айтқан, что бізге ол маңызды емес, бізге собеседование арқылы деген, да? Ол жерде тек ешқандай рөл ойнамай қалады центрлар көбінесе. Ол жерде де қарау керек. Кейбір центрлар есептейді. GPA-ыңды, неңді барлықтарын есептеп, кіретінен алдын саған белгілі бір балл береді, сол баллмен кіріп, и собеседованиеңді қосады. Но бізде Астанада центрлар ешқайсысы қарамайды. Сен GPA-ың 3-98 болып тұрса да, сен ол кісілермен бетпе-бет собеседованиеда өзің психологиялық тұрғыдан нашар көрсететін болсаң, олар сені алмайды. GPA-ы 3-33, бірақ өте жаңағыдай мықты дайындалып келген адам болса, сол моментте өзін көрсете алса, сол оқуға түсіп кетеді деген сөз. Енді достар, осы жерге дейінгі процесс менің ойымша түсінікті болып жатыр да. Қараңыздар, сіздер мамандық таңдаған кезде желательно біліп барғандарыңыз жақсы, қайсыны таңдаудым. Мысалы үшін Жолдыбай Махметұлы осы уақытқа дейін кардиологияға барам деп тұрды. Ол главный да, потом альтернативный вариант это ревматология. Осы жерде айта кетейін, жылда сіздер қанша грант бөлінуін білмейсіздер. Жаңа айтып өткендей, ол госгранттың заказына байланысты. Мысалға айтатын болсақ, до этого бізде хирургия, общая хирургия, вообще грант біреу екеу бөлінген. Осы жыл 20 қаншада бөлінген да. Акушерия, гинекология вообще топ болды. 49 біздің универдің өзінен грант. Университетский грант, еще ана мен бала бар. Дәл сол сияқты басқа орталықтарда гранттар бөліп отырады. Соған қарай жыл сайын статистикаға байланысты, мына жерге болсам болады, бұлай болсам болады деп. Енді осы жерде барлықтарыңызға сұрақ туындаған болуы мүмкін. Бір студент қалай бірнеше оқу орталығына бірнеше мамандыққа тапсыра алады деген. Дәл осыған міне қастарыңызда отырған жігіт яркий пример. Кардиологияға, ревматологияға, психиатрияға, тағы бір кардиологияға 4 жерге тапсырған, 4 мамандыққа. То есть 4 жерге 3 мамандыққа тапсырған. Ал кейбір студенттер бар, 4 жерге 4 түрлі мамандыққа тапсырған. Бұл айтқанда 10 жерге тапсырсаңыз да болады. Оның шарттарын айтып өтеді қазір. Енді ол жерде жан-жақты қарау керек.
мысалы кім не болғысы келеді. Кейбір студенттер бар, принципиально оған маңызды емес. Мысалы бір мамандық нейрохирург болады, бұл бір жерге тапсырады. Мен осы центрда оқысам оқимын, болмаса осы жерде платный оқимын, болмаса келесі жыл оқимын деген түсінік. Кейбір адамдарда маған бәрібір, мен грантқа түссем болды деген бар. Енді кейбір кісілер жаңағыдай өзіне ұнайтын мамандықтарды таңдайды. Ортасы деген. Біз енді ортасын алдым өзім. Ең бірінші сіз документ тапсыратыннан алдын кім оригинал қабылдайды, соны біліп алу керек. Оригинал қабылдайтын жерге ең соңында тапсыру керек. Себебі копия қабылдайтын жерлер нотариальный заверить еткенмен дипломның копиясы, дипломның оригиналын оларға сен бірінші көрсетесің, олар соны салыстырады. Ең бірінші кім оригинал қабылдайды. Мен басқа бүкіл Қазақстан бойынша айта алмаймын. Именно Астана бойынша бізде біздің медицинский университет Астана МУА оригинал қабылдайды, УДП оригинал қабылдайды және ННЦОД, яғни онкология және трансплантология бұрынғы қазіргі онкология орталығы, сол жер оригиналын қабылдайды. Осы үшеуіне ғана сен егер бірінші барып дипломыңды қолыңа алып ертесіне тапсырсаң, басқа еш жерге тапсыра алмай қаласың. Ал копия қабылдайтын немесе заверенный копия қабылдайтын орталықтар олар бөлек. Яғни неден ННМЦ, ННКЦ, тағы да UMC қабылдайды, сосын травматология қабылдайды деп естідім, сосын нейрохирургия орталығы, сосын одан бөлек те қосымша жаңағыдай международный гранттар да бар. Осы жаңағыдай программа бойынша уақытша жаңағыдай қазір әртүрлі ғылыми жұмыстар жүргізіліп жатыр. Солармен де жүргізілетін гранттар болады. Олардың барлықтары копия қабылдайды. Егер мына мәселе бар, екінші мәселе, ол центрларда сізге ұнайтын мамандық бар ма? Например, мен кардиологияны ННМЦ бөлді, университет бөлді и кардиохирургический центр бөлді. Мен бірінші ННКЦ-ға тапсырдым, ННМЦ-ға тапсырдым, ол екеуіне енді білдім. 2 грант, 4 грант деген сияқты. Ол май айында белгілі болған нәрсе. Сосын университеттің гранты белгілі болды, 4 грант. Яғни жыл сайын негізі кардиологияға госгранттың өзі 20-дан көп болатын. Ал енді биыл именно тоже кардиология көп целым, но основном Алматыға беріп жіберген. Алматыда жаңағыдай үлкен центрлар бар. Ал енді бізде Астанада осы үш орталықта ғана болды. Сондықтан мен екеуіне нақты тапсыратынымды білдім. Сосын үшіншісі бізде мен UMC-ға тапсырғым келді, ал UMC-да кардиология жоқ. Сондықтан енді мен ревматологияға тапсырдым өзінің шарттары бойынша. Үшеуіне де копия тапсырып алдым. Ең соңында жаңағыдай университетке оригинал документ тапсыруға тура келді. Енді бұл жерде тоже сіздер жан-жақты қарауыңыз керексіздер. Бұл бір түсіп кете салатын немесе түспей қалатын да емес. Енді бұл жерде де арнайы дайындық керек, көп оқу керек, өзіңнің кім болатыныңды. Егер бір мысал, например, біздің биыл университетте терапия мамандығы. Терапия мамандығына университет госгрант 12, Астананың МИОсы 12. 24 грант тапсырған 8 или 10 адам. Да, например, Клинфарма тоже самый солай. Жетпей қалған. Вообще грант көп, адам жоқ. Ал енді бұл жерде бір қателік орнады. Көп студенттер енді бұл өте бір стрессовый ситуация. Қазір енді өтіп кеткеннен кейін айтып отырып, бір оңай сияқты екен. Ал оған дейінгі мысалы 3 ай, мысалы күнделікті қанша оқумен, жаңағыдай зерттеумен өтті. Басқа қаладағы университеттер күнделікті статистика шығарып отыр. Ал біздің МУА статистиканы ортасында бітуіне 2 күн қалған кезде бір шығар. Ол кездегі статистика бойынша жаңағыдай көп грант бөлінген мамандықтарда жаңағыдай көп адам тапсырған, ал аздарға ешкім тапсырмаған болды. Например, реабилитация, онкология дегендерге аз болып қалды, но бірақ 10-нан көп грант, 10 шақты гранттар бөлінді. И соңғы 2 күнде барлығы реабилитация мен онкология тапсырады. И ана жақта, например, жұрттың бәрі ойлайды, реанимацияға тапсырып жатыр дейді, ал жұрттың бәрі общий хирургияға тапсырып жатыр деп ойлайды, бірақ ешкім тапсырмайды. Адамдар психологиялық тұрғыда сөйтеді да, анда 24 грантқа жаңағыдай 27 адам тапсырады, анда 10 грантқа 40 адам тапсырады. Соңғы 2 күнде енді основном, мысалы біз соңғы күндері университетте тапсырдым енді предпоследний күні 180-150 адамға дейін қабылдады университет бір күнде. Оған дейін айтады, сендер неге басынан бастап келмедіңдер дейді. Енді ол сіз принципиальный адам болсаңыз басына тапсырып тастайсыз. Ал егер сізге мен осы екеуінің біреуі болғым келеді дейтін болсаңыз, онда соңына қарай сол статистикаға қарап жұмыс істеген дұрыс болады. Тағы бір қорқатын нәрсе, ең соңғы күн, например, 180 адам тапсырып, сіз ұйықтап қалдыңыз, именно сол күн таңғы сағат негізі университеттен 8-9-дан бастап қабылдайды. Балалар бізде 6-дан бастап очередь алды. Сағат 6:30-да барған адам уже 50-ші очередь алған. Ол сағат 11-де келді. Соңғы күні рисковать етуге болмайды, мүмкіндігінше ертерек тапсырып тастаған ол да дұрыс.
енді жан жақты қарау керек бұл процесске. И тағы бір мәселе, мынау МИО деген нәрсені көп адам түсіне бермейді. Вот осы жайлы айтып иә, кетсеңіз. МИО деген бұл жаңағыдай әртүрлі болады. Бөліп жатқан жаңағыдай акиматқа байланысты. Сіз бастысы 75-тен ассаңыз МИО ала аласыз деген сөз. Кейбір МИОлар болады, ол стипендия мен стипендиясыз. Тек олар сіздің ақшасын төлеп берді. Енді ол да 1 миллион 900 келісімге байланысты ғой, иә. Келісуге байланысты емес, олардың заявка жіберуіне байланысты. Әркім әртүрлі заявка жібереді. Кейбір кісілер осы стипендиямен заявка жібереді, кейбір кісілер стипендиясы, оны сен договор түзетін кезде шешіп аласың. Енді жаңа госзаказдың саны белгілі болады, ал МИОлар олар күннен күнге өсе береді. Көбейіп отырады. Например, біз ННКЦ-ға басында 4-ақ жаңағыдай не болды? Госгрант болды. Сосын Астананың МИО шықты 4-еу. Сосын центрдің өзі тағы да жаңағы 2-3 грант бөлді. Сосын кеше жақындаған кезде жолымыз болып, короче, Павлодар тағы қосымша 10 грант бөлген. Еще олар бізде айтты, жаңағы қосымша резервке адамдар алды. Ертең негізгі МИОлар сол 25 мен 30 аралығында шығады. Сен сол кезде Ұлытау облысы, біз именно Астанаға қарайтын, немесе Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарына қосымша гранттар бөлініп, ана астында резервте тұрған адамдарды шақырып қалуы да мүмкін. Ал енді ол шақырмай қалуы да мүмкін. Енді но қаншалықты сіз егер грантқа түсе алмай қалсаңыз, ешқашан жаңағыдай мұңайып, жаңағыдай өзіңе болды, осымен бітті деп өзің ауылыңа қайтып кетудің керегі жоқ. Мен естігем, былтырғы жылдары 10 сентябрьға дейін күту керек. Себебі мен егер түсем, например, оқу орнына барам, центрға, мен университеттің лапасына үйреніп қалғам, ана центр тұрады да мені қинап тастайды. И мен кейбір қыздар бар, енді әркімге маған осы керек па? 3 жыл мен осылай жүрем ба? Лучше мен басқа өзім жұмысымда, немесе мына жерде ешқандай айлық алмаймын, ештеңе істемеймін. Лучше 300-400 мың алып ауылыма, немесе әртүрлі программалар бар ғой. 10 миллионға дейін облыстар перифериядағылар беріп жатыр. Клубтарға. Лучше ауылыма барып, 10 миллион алып жатқаным дұрыс емес, басқа жақта жұмысымды істеймін деген сияқты қылып, оқудан шығып кетеді адамдар. И солардың орнын уже мемлекет ақша бөліп қойған, немесе акимат ақша бөліп қойған, енді оны центр жарату керек қой. Ал оны жарату үшін сіз жаңағы түсе алмай қалған резервтегі адамдар шақырып отырады. Сол неге дейін. Вот, достар, түсінікті ғой да. Кейбір центр айтты, бізде 1 январға дейін. Мысалы, резервтегі адамдарға айтты, сендер 1 январға дейін қазір резервтесіңдер деп, біз сендерге грант по-любому шығады. Но мен саған қазір нақты айта алмаймын, мынандай облыста мынанша грант шығады. Но біз енді мықты центр ғой енді ол. Халықаралық деңгейдегі. Ол 5 грант бізге бәрібір бөледі деді. Сондықтан сендер пока 1 январға дейін стипендиясыз оқып тұрасыңдар. 1 январдан кейін сендермен жаңа МИО бойынша грант шықса, босаса или по-любому шығады. Енді сол шыққаннан кейін договор түзіп, и ары қарай сендер стипендия аласыңдар. 1 январдан кейін. 1 январға дейін сол жерде тегін оқып барып келіп жүресің. Все. Кейбір кісілер бар, например, сен бір центрға түсесің, например, нейрохирургияға университетке түсесің да, и сен нейрохирургия жаңа неге де тапсырасың, центрға да тапсырасың. И центрға түсе алмай қаласың, сен нейрохирургия университетке оқып жүресің да, и центрда бір орын босап қалады, біреу қайтып кетеді. Олар сені білмейді мұнда оқып жатқаныңды, и саған звондайды. Сен сол кезде университеттің грантынан отмена бересің, сосын анда барасың, сенің орныңа басқа адам келеді. Мұнда енді ол жаңағыдай ұзын, жаңағыдай енді бағыңа байланысты айтады ғой, сондай. Бұйырмандай талап бергенше бармақтай бақ берсін дейді. Саған бұйырып кетуі де мүмкін. Немесе кейбір мамандықтар бар, например, биыл офтальмология. Вообще грант жоқ еш жерде. Екеуі бар, МУАда ешкім жоқ, но адамдар болғым келеді деп, мысалы, оның 20 шақты адам платный оқимын деп. Платный оқуға талас болып жатыр. Бүгін ННМЦ-да, например, урологиядан платный оқуға талас болып жатыр. 15 адам, олар айтады, біз 3-ін ғана аламыз. Потому что грант жоқ. Грант вообще бөлінбеген. Потому что кадр жеткілікті офтальмолог. Именно сол. Осыны қараңыздар. Қай салаға грант көп бөлініп жатыр, сол салада сұраныс өте үлкен, сол сара жеткіліксіз болып жатыр. Именно сол жылы, Сол жылға да. Келесі жылы может көп бөлінуі мүмкін дегендей. Ал келесі жылға, возможно, даже гинекология бөлінбеуі мүмкін, потому что слишком көп 49 грант деген. Только бұл МУАның өзінде, одан басқа университеттерде бар. Енді қараңыздар, достар, осы жерде сіздер түсінбей жатқан шығарса, центр не?
центр әр жерде қалаларда, мысалы үшін үлкен қалаларда болады. Басқа қалаларда қаншалықты бар, оны мен если честно білмеймін. Біздің Астанада жаңа айтып өткендей кардиологический, кардиохирургический, медицинский, онкологический, нейрохирургический сондай центрлар бар. Ол үлкен больницалар. Дәл сол жерде бітіріп, екі түрлі жол береді сіздерге. Либо басқа жерге бар, либо бізде жұмыс істеп қалуыңа мүмкіндік бар деген сияқты. Ол международный деңгейлер. Солардың арасындағы біреуі UMC. Жаңа менен біреу сұрап қалды, сізді андай қойдым ғой мен сторисқа. UMC-ге английский керек еді ғой дейді да. Английскийдің қаншалықты маңызды осы жерде түсу үшін и дальше оқып кету үшін. Енді мынаны біздің қазір айтып жатқан әңгімеміз уже документ тапсырып қойғандарға, мысалы өткенде бізде статистика сұрап жүрдік қой. Нешінен кейін документ тапсыру біткеннен кейін бізге жаңағыдай не кезінде айтады да, консультацияда саған керек па дейді да. Осы информация саған, мысалы сен мамандығыңа 20 адам тапсырса да, 2 адам тапсырса да, сен ештеңені өзгерте алмайсың, өзіңе артық жаңағыдай уайым болады. Саған ештеңе әсер етпейді. Мынау да біздің қазір айтып жатқанымыз, біздің уже қазіргі биылғы уже тапсырып қойғандарға ештеңе әсер етпейді, жолдың маңдайға жазған көреді. Енді бұл келесі жылғыларға арналған. Енді менің айтатыным, түсінгенім, өкінгенім дегендей, енді түстік енді шүкір, қанша уайыммен болды ғой. Ең бірінші ағылшын. Яғни ағылшын ол сен қандай университеттен білмеймін, енді университетке мен жетпей қалдым. Мына 3 центрға барып тапсырдым ғой. Үшеуінде де ең бірінші сұраған ағылшын деңгейің қандай. Ең бірінші IELTS-ың бар ма? Немесе қандай қосымшасын білесің? Иә. И жаңа уровені қандай. IELTS-ың болса болды, уже әңгіме сол жерден бітеді. Ары қарай сен басқа адамға қарағанда жоғары тұрасың, себебі сен өзіңнің жаңағыдай кішкене ответственный екеніңді, более жаңалықтарға. Енді ол центрлар дегеніміз не? Центрлардың барлықтарын алсаңыз, барлықтары национальный, научный, яғни ұлттық ғылыми. Ол жерде ғылыммен айналысады, ал ғылымның барлықтары ол бізде жаңағыдай ағылшын тілінде болғандықтан сен бірдеңкені жазып біреуге дәлелдеу үшін де оны ағылшынша түсіндіруің керексің ғой. Қазақша жазып, мен қазақпын деп ондай патриотизм мойындау керек, бүкіл әлемдік тілдері оларды білу керек. Сол үшін ол центрларға сіздің біліміңізден қарағанда тіліңіз қаттырақ рөл ойнайды. Например, UMC-да жаңағыдай ол жерде жазылған 25 балл плюс болады, егер сен жаңағыдай IELTS, TOEFL өздері бүкіл четко жазып қойған критерияларын, IELTS, например, 5-тен жоғары болса, TOEFL немесе 421 TOEFL-дың өзінің түрлері бар. Барлықтарын сіздер жаңағыдай приемный комиссияда ол жерде өте білікті, білімді адамдар отырады, бәрін түсіндіреді. Егер болса, сен конкуренттердің арасында соған плюс 25 болады. Егер болмаса, сен тек өзің сияқты ағылшын жоқтармен таласасың, ол кезде собеседованияда сен өзіңді қалай ұстадың, соған байланысты. Хорошо, достар, оған қарсы келеміз, экзамен барысы қалай болатынын. Басқа мысал үшін біздің университеттегі ағылшын тілі қажет емес та? Біздің университетте ешқандай привилегия бермейді. Ешқандай артықшылық жоқ. Жаңағы центрларда артықшылық болады. Именно UMC-да плюс 25 нақты белгіленген, ал қалған центрларда ең бірінші сұрайды, сол жерде сен үшін плюс болады. Плюс 25 деген, например, сіз собеседование барысында 75 алып қалдыңыз, сізге уже 25 балл қосылып тұр дегені. Вот осылай. Мысалы, екеуміз барамыз, сіз, например, собеседованияда сіз 50 аласыз да, 60 аласыз, ал мен собеседованиядан, например, ана жерде қиналып 85 аламын. Ал сіз ана жерден тұрасыз да 60 алып, IELTS бар десеңіз, немесе уже ана жерде IELTS бар деген соң уже мұғалімдердің көзінше плюс көрінесің, еще плюс 25 қосады, сен ана жерде автоматом алып кетеді. Көріп тұрса ол да. Ана жерде бізде кеше неде болды, мысалы, экзаменге тұрған кезде бір-бірінен сұрап отырады, кімде IELTS бар деп. Например, сенде IELTS болса, 2 грант бөлініп тұрса, болды, бәрі уже үмітін үзеді. Ана жерден тағы біреуінде явно IELTS болса, біз кірмей қойсақта болады, психологически кетеді. Ал IELTS бар адам ана жерде уверен тұрады, кіреді, сразу айтады, плюс 25-ін алады. Вот, түсінтірсіздер ғой да. Енді достар, документ статистиканы қарадыңыздар, түсіндіңіздер қалай болып жатқанында, документ тапсырдыңыздар, центрлерге бардыңыздар, экзамен күні өздері сіздерге айтады, либо чатқа жібереді, либо каждыңыздың эмейлдарыңызды жібереді, ол центрларға байланысты. Енді экзамен барысы қалай болады? Вот осы жер айтайын. Документация, қосымша айтып өтейін. Документация ол барлығында жаңағыдай диплом, анау деген сияқты, негізгі жаңағыдай удостоверение копиясы. Содан бөлек біздің мысалы, например, муаға рекомендательный письмо әсер етпейді. Ал қалған центрлардың барлықтарында рекомендательный письмо деген болады, және научный работа. Яғни осы бізде ғылыми жұмыс деген нәрсе біздің
қазақи ортада бір андай басқаша нәрсе естілетін сияқты, типа Төмен профессорлар көрінеді. Иә, істейді, иә. жаңағыдай бір менсінбей қараймыз да. Ал енді біз жолымыз болды. Мысалы мен осы 7 жыл оқысам, 6 жыл бойы вообще ғылыми жұмыс жазбаған адам. Именно биыл біздің ұлттық ғылыми медицина орталығы ННМЦ, сол жерге жолымыз болып түсті. И сол жерде біз профессормен жолығып қалдық. И профессордың көзіне түстік. Ол кісі бізді өзі тартып алды. Сендер ғылыми жұмыс жазыңдар, сендерге ертең керек болады деп. Сосын қиналып жүріп бір ғылыми жұмыс жаздық. Сосын барып оны артынан тағы жазып бір өзіміз кружок ашып кеттік. Сол қызықтырды енді бізді. Сөйтіп біз ғылыми жұмыс жазғанның арқасында мына оқуға түсіп отырмыз. Біз сол кезде ғылыми жұмыс жазғандардың барлығы қазір оқуға түсті. Сол кезде ағай тартып алды бізді, түстік. Ал енді ғылыми жұмыс жазбағандар может түседі, түспейді, енді нақтысын айта алмаймын. Яғни осы жерде сіз ертең документ тапсырғандардың арасында уже соңғы нелерінде IELTS кетеді, и ғылыми жұмыс, и жаңағыдай рекомендательное письмо, и кейбір кісілерде жаңағыдай не БЛС деген бар, реанимационный мероприятие істей аласың ба, істей алмайсың ба, соның сертификатын сұрады. Сондықтан оқып алған артықшылық етпейді. Вот достар, сіздерге от и до полный айтып кетіп жатырмыз. Осыларды қолдау үшін сіз достарыңызбен бөлісіп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Біз дальше жалғастырамыз. Вот енді резидентураға тапсырғанда мен естідім, UMC именно ол жерге медициналық білімнен сұрамайды, ол жерде сенің личный качестволарыңды сұрайды. Сен кімсің, не үшін мұндай тапсырып жатсың деген сондай сұрақтар қояды дейді да. Ол бүгін тапсырып кеткен адам ретінде не айтасыз, қалай болады жалпы? Мен 2-3 күн тапсырғанға. Енді ол жерде былай әр центр әртүрлі болады. Мысалы университет по билетный, яғни өздері перечень вопросов шығарады. Сол 100 сұрақтың ішінен саған 3 сұрақ, 4 сұрақ келеді таңдау мамандығына байланысты. Например, ННМЦ олар 4 сұрақ берді. Билет аласың, билетінде 4 сұрақ болады. Четко сол 4 сұрағына жауап бересің, и қосымша сұрақ қояды, и соңында тағы қосымша өздерінің бір жасырын жаңағыдай бір ситуацияның задачасы болады. Солай болды. Қосымша сұрақ дегендер. Қосымша сұрақ деген сол маманның сол бойынша, иә. Қазір айтамын полный. Сосын кардиоцентр. Кардиоцентрда жаңағыдай перечень вопросов бар, бірақ ол жерде адамдар отырады, өздері жан-жақтан сенің былайша айтқан кезде сұрақ қояды. UMC-да ең былайша айтқан кезде олар бізде жаңағыдай шетелдік нелерден алған ғой енді. Да. Шетелдік не бойынша, практика бойынша олар бізде интервью, собеседование дейді. Яғни ол жерде ешқандай сенің таңдап жатқан мамандығыңа байланысты сұрақ қоймайды. Например, кардиология таңдап жатсаң, жүректің артерияларын айт, немесе ЭКГ айт деген сияқты, онда ештеңе ондай тақырыпта қозғалмайды. Например, ревматология мен таңдадым. Ревматология бойынша ешқандай бір препараттың да атын сұраған жоқ. Ол жердегі собеседование, интервью, яғни сенің адами қасиеттерің, жаңағыдай сен қандай адамсың, личный качестволарың. Иә, сенің ол жерде мысалы сізден сұрақ болады да, сенің қандай артықшылығың бар, қандай минусың бар. Мысалы, менің минусым білмеймін, көп ұйықтаймын или жаңағыдай кешігіп қаламын, немесе мен минусым жоқ, сен жақсы қасиетің, мен жақсы оқимын сабақ, немесе мен бәрін білгім келеді деген нәрсемен жауап берсең, ол жерде өтпейді да? Өтпейді ол. Четко айтуыңыз. Иә, ол интервью, ол жерде четко айту керек, нақты өзіңді білуің керексің. Одан бөлек сенің жаңағыдай ана жерде сұраққа сен қалай жаңағыдай ауқымды түрде толық жауап бере аласың. Мысалы, бір сұрақтың өзін сен, мысалы, сенің жақсы қасиетің қандай деген кезде, мен бір жаңағыдай қиын ситуация болған кезде мен ол ситуацияны жан-жақтан көре аламын, мен сол ситуацияны қайтадан келмейтіндей дәл қазір шешіп кеткім келеді, себебі ол ситуацияға қайтып келсе мен уақытым кетеді, мен уайымдаймын, сондықтан сол ситуацияны сол кезде шешіп кетемін, мен үшін сол ең бір жақсы қасиет десең болады. Ал сен жақсы қасиетің қандай десе, бір оңай сөзбен ғана жауап бересің, кітап оқығанды жақсы көремін десең, өтпей қалады. Ешкімге ол. Енді екінші мәселе, сіз ондай центрларда тапсырып жатқан кезде бір жай ғана адамға емес, мысалы Қазақстанда жаңағыдай внештатный номер 1 сіз таңдап жатқан, мысалы ревматолог немесе кардиолог болсын. Офтальмолог, солар номер 1-дер отырады, немесе заведующийлар отырады. Ең аз дегенде, в общем, заведующий отырады сіздің алдыңызда. Ол кісілер опыты бар, ол сізбен ең бірінші рет интервью алып жатқан жоқ, сізден ең бірінші рет собеседование өткізіп жатқан жоқ. Ол кісілер сіздің не айтып жатқаныңызды, не айтқыңыз келіп тұрғанын біліп отырады. Яғни кім дайындықпен келді, кім дайындықсыз келді. Сондықтан барлық нәрсеге дайындықпен барсаңыз, ештеңе қиын болмайды. Кім барлықтарында айтылады, бірінші қалай болатын, не болатын, қалай өткізілетін, бәрін поэтапын айтады. Ішіне кірген кезде дәл сол нәрсе қайталанады. Сізден бастысы әрбір сөзіңді дайындау и психологиялық сол жерде сынып қалмау. Вот. Достар, басқаларында түсінікті шығар, бірақ UMC личный качествоға қарайды. Неге? Өйткені адамның өзіне қарайды. Неге? Өйткені адамилықты өзгертіру қиын.
бірақ білім олар принципі солай, біз оны үйретіп аламыз да, сабақ беріп мысалы үшін, и олардың түсінігі бойынша емес, менің түсінігім бойынша оларға тапсырып жатыр. Не үшін медицинский білімдер санайды? Потому что біліп тұрса адам зачем ол жерге тапсырып жатыр да? Ол білмеген үшін тапсырып жатыр, значит біз үйретеміз. И адамилық қасиеттер мощный болып тұрса, прям четко болып тұрса, жақсы маман шығады дегенге сенеді. Бірдеңе экзаменде тапсырып алдық, ауызша айттыңыздар, түстіңіздер, результат шығады. Вот результат демекші. Результат біздің университет, медакадемияда результатты 16-сы немесе 19-сы мен 25-нің арасында түскен түспегеніңді шығарады. До этого тапсырған күннің ертесіне либо кешке қанша балл жинағаныңды айтады. Ал центрлардың айырмашылығы басқа университеттерден сол күні кешке либо таңертең сен түстің түспегеніңді сразу айтады. Сен күтіп отыруың қажет жоқ. Түстің немесе түспедің, все белгілі болады осынысымен. Қосымша қосымша айтылатын нәрсе, енді бұл жаңа келесі жылы тапсыратын адамдар ең бастысы ғылыми жұмыспен айналысу керек. Бұл жаңағыдай бір аспаннан алынып жатқан нәрсе емес, өзімнің чисто практикам. Вот достарым жақында тапсырып келді. Мысалы UMC-да сұрағаны сол, ол жерде сен таңдап отқан мамандығың тарихы қандай, және сен осы мамандыққа қандай үлес қоса аласың даму үшін. Екінші мәселе, сен осы күнге дейін қандай бір ғылыми жұмыспен айналыстың, және болашақта қандай ғылыми жұмыспен айналысқың келеді. Сосы кезде мысалы мен жаңағыдай может түсіп кетуіме үлкен әсер еткен нәрсе, мысалы мен дайындалдым енді бір күн алып дайындалған кезде, что біздің еліміздегі қолданылмайтын енді ашылып жатқан нәрселер, мысалы Японияда, мен жаңа қатты айтқаным, ол жерде Украинада мысалы 2007 жылы қолданып келіп тұрған терапияның түрі бізге енді алып келіп жатыр. Айттым мен, мен осы нәрсені істегім келеді, себебі мен намысыма тиеді деген сияқты. Мен именно осы саланы аламын деп, сосын ол кісілер не үшін деді, сосын мен ары қарай айттым. Подробно айтудың керегі жоқ шығар, әркім әртүрлі хирургиялық профиль ұнататындар, терапия ұнататындар болады. Сосын барып ең сұрайтыны және стрессті ситуацияда өзіңді қалай ұстайсың, және клиникалық ойлау жүйең қандай деп. Жоқ, клиникалық ойлау жүйең, және осындай именно клинический ситуация, үйде емес, бір пациенттің бір жағдай болып қалған кезде өзіңді қалай ұстадың, соған қандай реакция болды, результат қалай болды. Сол үшін міндетті түрде негізі, енді білмеймін, жұмыс істемеу әркім өзі біледі, но интерн болғаннан кейін хотя бы бір 3 ай, 4 ай стационарда толық жұмыс істеп, сонымен танысып алсаңыз, сіз үшін үлкен плюс болады. Яғни олардың кірген жерінде, кірген кезде ең бірінші сұрайтыны сіздің делоңыз тұрады, делоңыздың астында жазу тұрады, яғни опыт работы деген. Яғни опыт работы деген жерде ол көбінесе, мысалы, врач-врачтар өздерің неше жыл врач болып істегенін тапсырады. Например, мен тапсырған кезде осыдан 7 жыл алдын, 8 жыл алдын бітіріп кеткен кісілермен таластық. Олар мысалы жазады. И біз астына жаңағыдай жазбаймыз, но сонда да жоқ демейсің, 1,5 жыл, например, медбрат деп скобкаға жазып қоясың, и олар сұрайды, қай жерде істедің, реанимацияда, мұнда десең, уже сәл басқаша қарайды. Енді ол мен жұмыс істедім деген сөз, сен бәрін білесің деген сөз емес, ары қарай саған плюс. Ана жерде сен максимально плюс жинауың керексің. ННКЦ-да ол жерде жаңағыдай сіз білмеймін, именно кардиология қызығатын болсаңыз, сіздің былайша айтқан кезде ең мықты деп жүрген адамдарыңыз сіздің алдыңызда отырады, бетпе-бет, дәл осы, мысалы екеуміз сияқты расстояние тұрады да, бетіңізге сұрақ қойып жатады да, мына кісі басқа сұрақ қояды, мына жақтан басқа сұрақ қояды. Олар таныстырады, мынандай отделение несі директоры, мынау заведующий, ННКЦ-да сондай ғой, барлықтар өздері жаңағыдай. Мен мысалы немін Қазақстан номер 1 кардиологпын, аритмолог номер 1, короче, номер 1 мынандай реаниматолог деген сияқты. И олар тұрады да, сен кімсің, не үшін келдің, и ары қарай сұрақтарын бастап кетеді, жан-жақтан сұрақ қояды. Ол жерде бір ұнағаны айтады, сен егер уайымдасаң, білетін нәрсеңді ұмытып қаласың. Егер сенен білмейтін нәрсені сұрасақ, сен оның қанша ойланғанмен білмейсің. Сол үшін ол жерде уайымдамайсың, білесің болсаң айтасың, олар да уже сенің алғашқы 3 сөзің. Мысалы, бір адамдарға 15 минут уақыт берді. Ананың ішінде. Мысалы, мен 3 минутта шығып кеттім. Мен кірдім, енді кардиологияны таңдадым. Мен кардиологияны бұрыннан енді оқып, сол университетіңіз да? Университетке түстім. Университетте кружоктармен дайындалыстық. Енді ол жерде центрлардың айырмашылығы қатты узкий кетпейді олар. Хотя бы ННКЦ-да мен ННМЦ-да да тапсырдым, екеуінде де кардиология тапсырдым. Екеуінде де бір қатты бір жаңағыдай бір дәрінің мынандай противопоказаниясы қандай деп университеттегідей сұрамайды да. Айтады, олардың бәрі айтады, сен кардиолог емессің, немесе сен бір специалист емессің. Вот жаңа айтып өттім, ол өздері оқытып алады ол жерде. Бетке-бетке сұрады, сен осы туралы білуің туралы. Ал менен анда сұрап атты,
тамырдан бастап былай сонымен короче бір 3 минутта енді бастап атам оның ішіне кіреді, енді бастап атам оның ішіне кіреді, енді бастап атам оның ішінде узкий сұрақтар кетті анатомия бойынша. Значит мынау біледі, физиология бойынша да солай. Енді бастап жаттым жаңағыдай майда сұрақтардан ғой, и соңына жетті, ол кете берді деді маған. Ол жерде менен жаңағыдай бір қосымша бір дәрі енді сұрағандар болды енді. Может біздің неміз болды ма, кіммен сөйлескеніне байланысты. Анда 6 болса 6 жан-жақтан сұрақ қоймайды, жамырап. Ол жердегілер өте не бар, бір екеуі қояды, сөйлеу қабілетіне қарай кете бер дейді болды. Сосын ол жерде тоже сонда қандай ғылыми жұмыспен айналыстың, және барлығының сұрайтыны енді олар центр ғой. Центр болғаннан кейін неге біздің центр таңдап жатсың деген сұрақ. Сол жерде енді айтасың сол центрдің енді құлақтан теппей андай қалай, ой сенің центрің мықты деген әңгіме болмайды ол жерде. Я сіздің центріңіз маған ұнайды, себебі қазір таңда сіздің центріңізде мынандай ғылыми жұмыстар жүргізіліп жатыр, мынандай препараттар жаңадан енгізіліп жатыр, осыларды сіздерде қазір зерттеу жүргізіліп жатыр, мен соған қызығамын деген сияқты, мен соларды бұрыннан бері көремін, мен соларға қатысқым келеді деген сияқты айтсаң ана жерде бір плюс болады. Иә, сіз ана жерде бізде бір бала түсті, ол жаңағыдай именно сол жаңағыдай председательдің жүргізіп жатқан ғылыми жұмысын ол бала біледі екен да. И сол жаңағыдай именно сол кісі сұрақ болған, и ана кісінің жолы болып кетті, именно сол жүргізіп жатқан жаңағы препараттың атын айтқан, осындай препарат жүргізіп жатыр, ананың бәрі күлген. И анау енді қалай енді әркім өз бағына байланысты жол болып кеткен. Ал дәл соны бір қыздан сұрады, ол вообще ол центрді қызықпаған, ол тұрды да мен білмеймін не болды дейді. Әркім әртүрлі. Достар, түсінген болсаңыздар, қараңыздар. Ол жерде сіздерде сұрақ туындаған болуы мүмкін. Мысалы үшін Жолбай Мұхамедұлы ННКЦ-ға кардиологияға, UMC-ге, ревматологияға екеуіне де грант шығып тұр. Осындай жағдайда сіздер не істейсіздер? Вот сондай не істейсіздер деген сұрақ туындауы мүмкін ғой да. Сіз мысалы үшін не істемекшісіз? Қайсысын таңдамақшысыз? Или мысалы үшін біреуінен таңдаған соң қанша уақытта оған отказ беру керек? Енді былай, сен оны бір центрға, жаңағыдай ол мақсат емес негізі, жаңағыдай 4 центрға, 5 центрға тапсыру. Ол оңай емес. Ол бір ана жерге барып өтірік сен мысалы ешкім бармай. Ол центрларда мынандай нәрсе бар. 10 грант бөлінсе, егер 7 адам тапсырса, 100% түседі деген сөз емес. Олар өздері біледі. Егер ұнамаса қайтарып тастаймыз деген әңгімені айтқан. Бір енді біздің мамандықтар енді қатты танымал, бәрі бара береді мамандықтарына. Кейбір мамандықтар бар, жаңағыдай узкий чересчур. Ол жерге айтқан, например, 10 грант бізге бөлініп тұр, бірақ бәрін аламыз деген сөз емес дегенде. Сен мысалы 10 грант бөлініп тұр, жетеу мен үйімде жатып мен барып қолымды қойып мен келдім десем болды, оқуға түсем деген сөз емес. Ал центрлардың барлықтарына тапсыру ол былайша айтқанда стресс. Баратын кезде сен дайындаласың, документтер жинайсың. Ол документтен бұрын именно сол күнге, мысалы мен 3 күн қатарынан тапсырдым да. Например, 8, 9, 10 3 күн тапсырдым. 8 күн НМЦ, мысалы ол обед түскі сағат 2-де болды. И түскі сағат 2-ден 4-ге дейін мен басыңыз жанып кеттім ана жерде ше. Мысалы 4 сұрақ келіп, жан-жақтан ана жерге мықты кісілерге, қызығып жүрген кісілердің алдында отырып айтасың, уже ответ не болады, уайымдайсың, не қыласың, и оның ответ шығады, сен түсе алмай қалдың, короче. И сен қалай психологически оны көтересің? И сен таңертең уже 8-де басқа центрға барып отыруың керексің. Ал ол центрдің атмосферасы вообще бөлек. Адамдар көп болып тұрса тем более да. 60 адам тапсырайын деп жатсаң, анда вообще кинода, мысалы кино біз үшін мысалы армандағы кісілер біз үшін өзінің деңгейіне жетіп қойған кісілердің алдына барасың. Ал ол жерден мысалы мен 3 минутта кіріп тапсырып шықтым. Ал мен білген жоқ, маған айтқан жоқ. Негізі обязательно көбінесе сол күні кешке айтамыз деген результатын. Ал маған айтты, ертесіне айтамыз деді. Ал мен ертесіне 9-да менде UMC-да тұр. Собеседование. Сен ана жерде сен қандай психологически, ана жерде кешті күттік, например. Кешке дейін не бір нәрселер ойлайсың, өмірім не болады, қандай болып боламын деген сияқты. Немесе ана жерге түсіп кетсем не болады, не істерін білмейсің да. Қайсын таңдан түсіп кетсең. Олар кешке қарай айтты, что результатын ертең шығарамыз. И мен ана түнімен еще тағы ұйықтамай, ана неге дайындауға тура келді, собеседование. И ол собеседование кіру үшін тағы сен 1,5 сағат ана жерде очередьте тұрасың. Үшін психологически ауыр ана бастысы, білмеймін, менде оңай болды. Мен барлығында бірінші кіріп шықтым да, үйге келіп ұйықтап, максимально тез өзіме келуге тырыстым, но соның өзінде қиын болды. Қыздар, мысалы, менің келіншегім бар, ол кісіге де қиын болды. Ол да 2 жерге тапсырды. Біреуінің өзінен жаңа эмоционально шығу қиын. Сондықтан ол мақсат емес, ол 3 жерге тапсыру, 4 жерге тапсыру. Егер өзіңе сенімді болсаң, мен білем, например, мықты балалар болды, олар 1 жерге тапсырды, түсті, қалған ешқайсысына барған жоқ. Енді мен жаңағыдай екеуіне түсіп, жаңағыдай бір өзіме
автожидау емес та? мақсатта емес, просто маған ННКЦ-ның ответ шыққан жоқ, сондықтан мен UMC-ға барып тапсыруға тура келді. Иә, құдайға шүкір, анда өзім ол жерде де тоже мықты дайындықпен бардық. Сен қанша мықты дайындықпен барсаң, түсу шансың сонша жоқ, жоқ, тез шығып кеттім, короче. Ол жерде де 10 сұрақ қойылу керек, не бойынша, консультация бойынша. Уже 3-ші или 4-ші сұрақтан кейін мені қайтарып жіберді. Ол жетеді, сен түсіндік деген сияқты. Енді мысалы мен университетке тапсырған документ. Университетте енді ол барудың мен үшін смысл жоқ. Енді түсіп қойдыңыз. Иә, түсіп қойдым, сондықтан университеттен жаңағы документтерімді алып кеттім. Енді ары қарай не істеймін деген кезде қазір ойланып жатырмын, енді ол жерде жаңағыдай нақты айта алмаймын әлі. Мынаған деп жаңағы бір центрді жаңағы төмендетудің керегі жоқ. Например, UMC ол өзін дәлелдеп тастаған. Мысалы, Қазақстанда Назарбаевский университеттің медицина школасы, уже Назарбаевский университет деген соң түсінікті номер 1. Ал оның медицина школасы ол бөлек. Ол жерде Инстаграмына кірсең аузың ашылады. ННКЦ ол әлемдегі 22 именно осы жүрек бойынша жұмыс істейтін клиникалардың бірі. Ол жерде Юрий Пя, былайша біз Қазақстанда ең мықты кісі, сол жердің жаңағы істеп жүрген кісілер. Сондықтан, оны таңдаймыз енді, құдай қаласа, менде уақыт бар. Қанша уақыт беріледі таңдауға? Таңдауға уақыт берілмейді. Неге байланысты? Қаншаға дейін таңдау керек, например? Былай, мысалы маған 14 күні оригинал документтеріңді алып кел деп. Қай жер? ННКЦ ма? ННКЦ, иә, что болар жаңағыдай. Тіркеп қою үшін да? Оригинал документ универге тапсырғансыздар? Иә, универге тапсырғам, универдің уже документтерін қайтарып алдым. Например, бүгін бізде Сәкен деген бала реанимацияға тапсырды, ол түсті. Енді оның екіншісі бар, жаңағыдай университетке басқа мамандыққа тапсырған. Соған ұқсас. Но енді ол қазір ойланып жатыр. Уже 14 күні ол документтің оригиналын өткізу керек, либо университетке экзаменге бармау керек. Ол да мысалы мысалы мен де қазір жаңағыдай өмір бойы жаңағыдай уайымдайтын, мысалы қанша сен көп жерге тапсырсаң, саған соншалықты проблема. Ертеңгі сол мамандықта қиналып жүрсең, сол кезде анаған бара салу керек, мынаған бара салу керек дейді. Сол үшін ең бастысы грант қуалаудың керегі жоқ. Мен өткенде тапсырып жүрген кезде былтыр бітіріп кеткен біз аға деп жүрген жаңағыдай кісілер бізбен бірге тапсырып жүр. Ештеңе қылмайды. Бізде жаңа өткенде айттым, біздің ұзақ ғұмырымызда ол 1 жыл қайтадан келу ештеңені шешпейді. Жаңағыдай белгілі, мысалы сен бардың да жаңағыдай бір айтпай ақ қой, бір мамандықта түсіріп, әркім өзінің бір мамандықта сен грант болды, сол үшін ғана оқыдың да, өмір бойы сен сол мамандықта жүресің. Ал сенің арманың басқа мамандық. Сол үшін айтамыз ғой, грант болса болды деген нәрсе болмайды. Сол үшін алдын ала сәл біліп алу керек направлениені. 1 жыл ештеңе қылмайды. Ал екіншіден, мына мәселе, например, бізде Нарбек мысалы жақындаған кезде, мысалы 3 айда, мысалы соңғы 5 жыл бойы общий хирург болды. Өзі жеке операция істеп жүрді. Ал уже мына жақтан грантты көрді, сол жер ұнап қалды оған. И ол былайша айтқан кезде талантты адам, ол кез келген жерде өзін жаңағыдай бастысы бір жақындаған кезде жаңағыдай экзаменге дайындаламын деген болмайды. Уже сен ИГАдан бастап дайындалып бастаған адам, немесе 7 жыл бойы оқып келген адам сол жерде өзін көрсетеді. Например, мен кеше кардиологияға дайындалдым. Кардиолог сонша оқып жүрсем де, мұны оқымаған ана жерде қосымша сұрақтарды 10 күн тоқтамай оқыдық, 4-5 кітапты шығарып. И ол жерден бірде-бір сұрақ келген жоқ. Мен 3-ші курсымнан нәрсе сұрап тұр. Сен оны қанша дайындалсаң да, сен егер фундамент жалпы солған деген қызығушылық, жалпы сол туралы, сенде понятие сол туралы, сен жаңағыдай өзіңнің арманың болмаса, сен ол жерге түсе алмайсың. Енді барлық нәрсе жаңағы нәрсе ғой. Бармақтай бақ берсін, талаптай ойбай, қайден қырып тастайсың. Иә, барлық нәрсе мынаған келіп не болады да, енді ол сіздің бағыңызға байланысты. Сіз қанша талаптансаңыз да, кішкене сізге бағыңыз жетпей қалуы мүмкін, түсе алмай қаласыз. Ондай ситуациялар өте көп. Бұл жерде сіз мен жаңағы осы 3 адамды тапсырмайды. Ол жерде мысалы университетке мысалы 1080 адам тапсырған. Тем более бізде Астанада конкуренция көп. Қарағандыдан, Ақтөбеден, Семейден, Шымкенттен, Түркістан, Алматы келіп толып жатыр, бәрі ағылып жатыр біздің университетке. Солардың бәрімен конкуренцияға түсесің дегендей. Вот осы жерде айта кетейін, қараңыздар, кешіріңіз, Алматыдан, Шымкенттен деді ғой, центрлерге жаңа сұрады, қай жерден келіп тапсырсақ болады. Любой жерден келіп тапсырсақ. Сіздер главный интернатураны бітірген болуыңыз керек. Даже врач болып отработка жасап келіп тапсырсаңыздар болады. Вот осыны айтып кетейін деген. Енді тағы бір айтатын нәрсе, бұл жерде резидентура деген, енді білмеймін, енді түсіп жатыр оқуға. Сіздің 1 жылдық жұмыс істеп қайтып келген адамдарға да кей жерде не болады? Плюс болады, иә. Кім опыты бар, сол бұл нәрсені түсінеді деген сияқты.
түсіп жатқан көп кісілер негізі мысалы түрлері үлкен мысалы әкеммен жас кісілермен ертең бірге оқисың да. Сондықтан медицинада ол жас деген нәрсе маңызды емес. Бастысы жаңағыдай бір оңай сөз сияқты көрінуі мүмкін. Бастысы сенің арманың, сен кім болғың келді және қандай адам болғың келді. Например, сіз тапсырғанда жоқсыз резидентура, сіздің арманыңыз ол бөлек. Мысалы сізге қызық емес. Мысалы мен университетте білемін, өте мықты, талантты кружоктарда өзін международный олимпиадаларда мойындатқан кісілер бар. Олар резидентураға тапсырған жоқ, олардың арманы бөлек. Сондықтан әркім өзінің арманы. Кейбір кісілер бар, мен резидентураға тапсырмаймын, ВОП боламын дейді да. ВОП оқу бітірген соң сразу ВОП бола салады. Ертесіне уже жаңағыдай ертеңгі күні сендермен таласпай-ақ қояйын деді да, өзі ВОП болып жұмыс істеп жүр. Мен пока резидентура деген ол университеттегідей нәрсе емес. Жаңағы 7 жыл бойы өтірік жаңағыдай сабаққа барып келсем болды, экзаменнен өтсем болды емес. Уже, например, кез келген центрға немесе кез келген университетке түссең, резидент болсаң, сенің мойныңа сол пациент іледі. Сол жауапкершілік бүкіл документі сенің мойныңда. Сондықтан грант бар екен деп, немесе барлық жерге документ тапсыру керек екен деп олай істеуге болмайды. Вот, енді қараңыздар достар, мен жаңағы жерге қысқаша айта кетейін. Егер екі жерге грантқа түсіп қалатын болсаңыз, міндетті түрде біреуінен сіз отказ беруіңіз керек. Қанша уақытта деді, ол мысалы үшін жаңа айтып өтті Жолдыбай Мұхамедұлы, 14-не дейін маған документ алып келіп берді. Соған чтобы сіз отказды ерте таңдау керек, отказ беріп, сізден астындағы түсе алмай қалған бір студентке хабарласып, жоғары көтерсін олар, чтобы тез шешу керек ол мәселені. Осы мәселені айтып өтейін. Бізде мысалы UMC-де айтты, егер сен мысалы маған жаңа сообщение келді, сен түстің деп, егер ертең мен договор істеп қоям, сентябрьда именно UMC-де сол екен. Сентябрьда біз егер договорға істеп қойып, мен оқудан шығып кетсем, госгрантта оқымаймын деп, стипендия алмаймын, короче, бәрінен кетем оқудан десем, менің астымдағы адам ни за что күйіп қалады. Себебі олар айтады, біз осы данныйды уже неге жіберіп қойдық, министерствоға дейді, министерствоға біз хат жазамыз дейді. Что біз осыны кетті, осының орны босады, соның орнына платный оқып жатқан адам, жаңағы гранттағы адам шығып кетсе, сен орнына жаңағы автоматның университеттегідей жаңағыдай неге ілініп кетесің деген сөз емес екен. Грантқа ілінесің деген сөз. Может, сен егер грантқа басында қол қойып қойылса, сен бұл өмір бітіргенше грант оқып кетуің де мүмкін. Университетте ол бөлек, яғни қанша гранттың орындары болса, платныйлар соған ауысып отырады, 7 жыл бойы бір орын толтырып отырады. Ал орталықтарда ондай емес. Енді ол қарау керек жаңағыдай, өте көп бұл жерде ситуациялар, жалпы бұл жерге қараудың керегі жоқ, жаңағы осознанно қарау керек, қайда бара жатсың, қандай центрға бара жатсың. Кейбір центрлар жаңағыдай сен қалағандай ма, сен қаламағандай ма, кейбір центрлар сіз жұмыс істетпеуі мүмкін. Хирургический центрда отбасыңа қарауың керексің. Например, сен 70 мың теңге немесе 100 мың теңге ма стипендия болды, сенде басқа артық уақыт жоқ, сен жасың 25-30-да, сен сол ақшамен семьяңды асырай аласың ба, сол саған керек па, или немесе сен сол жағдайдасың ба қазір. Мысалы кейбір бізде мықты кім бар, Құсанбек Ешімбекович, ол кісі резидентура оқыған жоқ, но центральный районный больницада заведующий. Резидентура ол қатты емес. Әркімнің өзінің таңдауы. Но қазіргі таңда резидентура оқып жатқан басты себебі стационарда жұмыс істеу үшін міндетті түрде резидентура керек. Ал резидентура оқымасаң, сен өмір бойы поликлиникадан қаласың, стационарға кіре алмайсың. Себебі біз ИГА тапсырдық университет бітірген кезде, сол біздің ИГАмыздың результаты тек қана ИГАмыздағы не? Сертификатымыз, сертификат бойынша біз тек қана неде жұмыс істейміз. Практика, жалпы тәжірибелік дәрігер деген. Или мен сияқты университетке мұғалім болып кіріп аласыздар. Барып ағай болып жүретін. Достар, егер сұрақтарыңыз болса, мына жігіттің инстаграмына жазылып қойсаңыздар болады, сұрақ қойсаңыздар болады, бар білгенімізбен сіздермен бөлісуге тырысамыз. Енді жалпы сұрақтарыңыз болса, комментарий қойып кетсеңіздер болады, біз қарап шығып сіздерге жауап беріп кетеміз. Осы жер қырып тастау керек, одан кейін не деп айтамын? Сен айтып кетесің. Жоқ, ақшаны туралы айтсайын. Ақша? Сатып алу, сатып алмау. Кереміз. Не деп айтамыз? Типа сатып ал, сол туралы жоқ деп айтып, бірақ болады ғой ондай. По-любому болады ғой ондай. Бар деп шындығын айта салайын ба? Болады достар деп. Білмеймін, брат. Кет арзандап жатыр. Қайтпай қойшы сол туралы. Ақша туралы сұрай сал, просто мен жауап бере салайын жалпы. Достар, сұрақтарыңыз болса комментарийға қойып кетіңіздер. Енді резидентураға түсу үшін таныс, бәке, әке, көке, туған, туысқан ақша қажет па жоқ па, осында
қысқаша айтып өтсеңіз, өйткені қасында отырған жігіт ешқандай танысыз, ешқандай ақшасы түскен. Просто көп ойлайды, сондай болмаса түсе алмайды деген да, сондай принцип қалыптасып қойған уже көбінде. Ол қаншалықты шындық? Яркий пример қасыңызда отырған жігіт. Ол енді біз Қазақстанда жоқ деп айтсаң өтірік болады енді. Ол түсіп жатқандар бар. Енді қазір таңда грант жылдан жылға көп бөлініп жатыр, сондықтан может сатылады, может енді ол жоққа шығармаймыз оны. Но 50% может болуы мүмкін. Сізде бәрібір шанс бар. Енді кейде жаңағыдай 2 грант, 1 грант болып қалған кезде енді ол кезде айта алмаймын. Оны көзбен де кейде көресің, енді амал жоқ. Құдай қаласа енді жайлап барынша бізде азайтып отыр оны. Ал мынандай центрларда ондай жаңағыдай көке сәке дегендердің жүруі қиындау. Енді барлық жерде жүреді, қиындау. Және ол бізде мынандай осы күнге дейін менде сондай понятие болған. Таныссыз түсу мүмкін емес. Деген қалған мен максимально тырыстық, және көріп отырсыздар, ол ешқандай маңызды емес екен. Мен өзім де сенген жоқпын, что мысалы кейбір университеттер бар, енді оның атын айтып түсінудің керегі жоқ, бар, мойындау керек. И мына бізде енді Астананың айырмашылығы сол, көп жаңағыдай центрлар бар, олар бір-бірімен конкуренцияда, например, кейбір центрлар бір-бірлерімен екеуі, например, бір мамандық тапсырады ғой. Мысалы, мына центрдан бірінші тапсырғызады. Себебі біледі, олардың барлықтары центрлар копияны қабылдайды, и ол копияны қабылдаған кезде екеуі де қабылдайды ғой. И мына жаққа ертең бірінші күні біз тапсырсақ, мықтылар келсе, біз мықтылардың бәрін өзімізге алып қалсақ, бізге түссе ол мықтылар, бізден де сұрады, мына центрға барасың ба, бармайсың ба деп. Типа олар солай оңтта қарайтын моменттер бар. Ол центрларда ертең күні бәрін көке сәкемен жинап алып, ертең күні ол нешіне центр болып отыр республикалық деңгейдегі. Сол үшін сіз егер мықты болсаңыз, өзіңізге сенімді болсаңыз, шүкір, жылдан жылға грант көбейіп отыр. 500-ден астам грант бар. Неге соның біреуін сіз ала алмайсыз? Достар, сосын Астанаға келіп тапсырып көрсеңіздер болады. Не болмаса басқа центрлерді қарап көріп, статистика бойынша бағалап, зерттеп, қайсысына баруды көріп, ең алдымен жаңа Жолдыбай Махметұлы айтып кетті, қайсысына баруды алдымен біліп алыңыздар. Прям топ болыңыздар, мен осыған тапсырам, все деп. До этого, мысалы үшін менің бір танысым бар, осы жыл лорд аяқтады. Тапсырған кезінде ол кезде 3 мамандыққа тапсыруға мүмкіндік берген бір университеттен. Мынаған түстен, болмаса мынау үшеуіне де лорды жазған. Лор деп. Все, басқасы қажет емес деген бір жердің өзінде. Қазір сондай кружоктарды бітіп шыққан қыздарды, например, тек нейрохирургия, тек лор, все болды. Мысалы үшін Жолдыбай Махметұлы да қасында отырып, 2-ші курс кезінде Веритасқа кардиохирургия бригадасына кірген. Соның жерде жақсы кардиология бойынша білім жинап, соның арқасында, мысалы үшін жаңа айту 3-ші курстың материалын сұрап тұр деп. Анатомия мысалға айтатын болсақ та, и обычный физиология. Біз мысалы бір нәрсе, бізде сол кезде олимпиадаға қатысқан бізде бригадамыз болған. Сол бригадамызда жаңа 4 жігіт қатыстық қой енді. Біреуі бізден 2 жас үлкен болды. Қазір біреуі кардиохирург, Еламан, екіншісі Құлын, Бекмырзаев кардиохирургияда. И біз Антон екеуміз болғанбыз. Антон да түсті кеше, мен де түстім. Барлығымыз жаңағыдай сол центрға жиналдық қайтадан. Сол университетте 3 жыл, 4 жыл бірге жүргенбіз. Осы бастан мақсатты қойып алсаңыздар, қайсына баруды да, осы жерде айтайыншы, андай бір қажет емес кружоктарға барудың орнында бір қажетті пайдалы Веритас деген мысалы хирургический консилиум бар, это терапевтический да, сондай мамандықтарға барып, сондай кружокпен барсаңыздар, ол жерге қандай адамдар барады, ол жерге сіз сияқты бірге ойланатын адамдар барады. Единомышленниктер деп айтады ғой, бірге ойланып, вот міне 2 үлкен курстар бірге оқып жүр. Мысалы үшін Еламан деген жігіт бар еді, мен де танимын оны. Ол кардиохирург, Құлын деген жігіт, ол кардиореанимацияда. Жолдыбай Махметұлы уже кардиолог, и Антон деген жігіт бар, тоже самый кардиолог. Вот ол сіздерге яркий пример, өмірден алып тұр. Америкадан алып тұрған жоқпыз, врач, резидент деп қастарыңызда отырған, өзіңіз сияқты бізбен бірге бітірген жігіт. Вот осы жерде жақсылап ойланып өздеріңіз шешім қабылдаңыздар. Енді қысқаша медик студенттерге сіздің қысқа бір кеңесіңіз, не болмаса бір жалпы пікіріңіз, осындай істеген, осындай жақсы деген сияқты. Ол 7 жыл деген көзді ашылғанша өтіп кететін уақыт көп болып есептелуі мүмкін біздің үлкен өмірімізде. Ең бастысы ағылшын оқу керек, қатты өкінгенім. И жаңағыдай ғылыми жұмыспен міндетті түрде айналысу керек. Және оны біреуден сатып алып емес, кәдімгідей өзің түсініп жазуың керексің ғылыми жұмыста.
ал ол ғылыми жұмыс бүкіл кафедраларда бізде жаңағыдай осы ғылыми кеңес дейді. Сол кеңестің мүшелері болады. Біздің мұғалімдеріңіз болып қалуы мүмкін. Бізде мұғалімдер айтады, мен жалынамын студенттерге деп, ғылыми жұмыс жазбайды деп. Біз үшін үлкен плюс болды. И үшіншіден сабақты оқу керек. Потому что сенің GPA ол қай кезде болмасын рөл ойнайды. Например, кеше біз НКЦ-ға кірдік. Мысалы, Нақыш Жолдыбай GPA 3/40 деп бірінші таныстырды. Сосын барып ары қарай сабақ мен сөйлеседі дегенде ғой. Например, GPA 2/75 деген екен уже адамдар ана сөйлескен жатыр. Уже түсінеді ғой. Мысалы 3/98 деген мысалы Бақтияр деген университеттің 3/88 ба, солай мықты жігіттер бар. Уже оларға деген уже барлықтары таңғалады. Не деген GPA қалай деп. Вот. Сосын достар осы жерде чуть толықтырып кетейін. Баға үшін оқыма деп көп айтады. Да, баға үшін бүйтіп кету керек емес, бірақ қазіргі заманда бәрі оқысаң бағаң бәрі жоғары болады. Да, вот осы бәрі есеппен да. Мысалы үшін мен баға үшін оқымаймын деп біреулер болса, оқымай кетеді. Керекті мамандықты оқиды деп, мысалы үшін лорды ғана оқиды, басқа ешқайсысын оқымай қояды. Фтизиатрия дегендер, пульмонология мысалы үшін олар GPA-ға по-любому әсер етеді. Қазіргі заманда бәрі есептеумен. Сен хорошо, ой, мына лордан мықты біледі екен дейді, бірақ GPA-ңыз 2/75 болып тұрса, сен точно бірдеңе білесің ба деген сомнение болып қалады. И сосын қызыл дипломға да қарады. Біздің университет шынымен керек, біздің университет именно центрларда қарайды. Центрда сен документ тапсырасың, документ тапсырған кезде просто аты жөнің бірдеңе данныйларын тұрады. И мына жерде қызыл диплом ба, диплом емес па дейді. Ана жерде өткенде қарадым, бәрінде нет деп тұр да, кейін екі адамда да деп тұр, уже ол қызыл диплом рөл ойнайды. Мысалы үшін бізде мен басқа центрлерден енді естіп тұрмын ғой, біздің университеттің тапсырғандар қызыл диплом алғандарға радиология мамандығы именно да 100 қойып жатқан мен өзім көрдім. Краснылар 100 алып жатыр деп қатты ренжідім басқалар. Медицинада қызыл деген вообще. Мен мойындаймын, ешқайсысын саусақпен санайтын кісілер 800 адамның ішінен бір 20-30 адам қызыл алады. Неге оларға қолданбасқа? Ал достар, осы айтқымыз келгені сіздерге парақшамызға жазылып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Құдай қаласа осы Жолдыбай Махамбетұлы сияқты сіздер де өздеріңіздің қалаған, таңдаған грант үшін емес, өзіңіз армандаған мамандыққа барып, өміріңіздің соңына дейін сол мамандықтың қызығын, рахатын сезініп, кайфово жұмыс жасауларыңызға тілектеспіз. Дендеріңіз сау болсын, оқуларыңызға сәттілік. Сау болыңыздар. Молодец.